Кто себе может позволить прям вот наурызға бұрқаны сояды, онымен сүтті араластырып кеңірдектен өкпеге құяды. Өкпе сүт деген тағамды пісіреді. 14 наурыздан бастап томыртқа деген томыртқа, сол томыртқаны пісіреді. Халықты аралап жүріп, қолмен жазып алған рецептілер мынаның барлығы, е? Ең керемет тамақ ол телшік қорда. Қалай? Телшік қорда. Соғым сойғанда, ана қазының телшігі болады ғой, сол телшігін кесіп алып, ұнға салып қоятын. Сонда қазақтар шынымен де күніне бір-ақ рет кешкі асхана ішкен. Сондай болған ба? Қазақтың тағамы майлы емес. Просто нужно его правильно употреблять. Бірақ еттен кейін кола ішеміз ғой қазір. Зачем кола ішуге? Жуас қымыз, түнемел қымыз, бала қымыз, құнан қымыз, уыз қымыз. Энциклопедия ақтарып отырған сияқты. Орысша сөйледің, қазақша сөйледіңді қойып, алынған ақпаратқа мән берсеңіздер. Қайырлы кеш, достар, қалдарыңыз қалай? Біздің шынайы подкасты бүгін сіздермен бірге осы Наурызнаманың 10 күндігінде Наурыз тойлап жатқан амал айын қуанып қарсы алып жатқан осы уақытта түп тарихымыз, біздің тағдырымыз және біздің әдеттерімізге оның қатысы немесе керісінше біздің әдеттеріміз жаңа тарихты жазуға қалай әсерін тигізіп жатыр, осы туралы сөйлескіміз келді. Өйткені қазір этно тамырларға оралу сондай бір жаңа тренді пайда болды. Сол үшін мен біздің еліміздегі ең танымал, сіз ол кісіні танымасаңыз да ісін білесіз, қолтаңбасын көрдіңіз. Этнограф Әйгерім Мұсағажинованы шақырдым. Рахмет, Әйгерім. Қош келдіңіз. Бір жасыңызбен. Амал құтты болсын. Құтты болсын. Ал енді мен бірінші айта кетейін, достар, Әйгерім тарихты барлық білімді орыс тілінде алған Ресейде. Және бір жыл болды қазақ тілінен үйреніп жатырсыз. Мен сізді ондай білген жоқпын, қазақша сөйлемейді деп. Сөйлеймін, бірақ өзімнің ойымды нақ жеткізілмеймін. Дұрыс қазақша. Бірақ үйреніп жатырмын. Барлық оқырмандарға өтініш. Айтып отқан сөздің мәніне құлақ ассаңыздар екен, қазақша сөйлемеді деп айыптамасаңыздар екен, адам үйреніп жатқан деңгейде, сондықтан бұл пунктті өткізіп жіберейік, өтініш. Әйгерім, енді қош келдіңіз. Наурыз деген тақырыпқа қатысты. Бізде ең жеңіл сұрақтан бастайыншы, наурыз көже пісіреді, бізде бәрі. Бірақ өзіңіз білесіз, әртүрлі аспаз, әртүрлі рецептпен пісіреді, және 7 тағам дейміз, бірақ әр жерде ол әртүрлі. Ол локальды, жергілікті қажеттіліктерге қарай өзгере ме, неге өзгереді? Наурыз біздің қазақ халқымызда өте ерекше мейрам. Аман есен қыстан шықтық деп барлығымыз бір-бірімізді қарсы алып, бата тілеп, бір-бірімізге ақ болсын, ақ мол болсын. Біз қазақ халқы жылды ақ тағаммен, жылды ақ болсын, ақ мол болсын деп қарсы аламыз. Сонда бірінші рет 14 наурызда бір-бірімізді құшақтап, ақпен қарсы алып, шұбат, немесе қымыз, немесе айран, сондай бір дәм татсақ, бір-бірімізге сондай дәм береміз. Сосын біз бәріміз айтамыз наурыз көже. Наурыз көже ол чуть позже болған тамақ. 14 наурыздан бастап бірінші біздің аналарымыз томыртқа деген Томыртқа, сол томыртқаны пісіреді. Соғым сойғанда біз жылқы соямыз ғой. Сонда қыста аналарымыз осы біз етті, именно мякотты жек қоямыз ғой. Жұмсағын жек қоямыз, сүйектер көп сүйек қалады. Соны ауылда әйелдер осы сүйекті бір қазанға жинайды. Суп набор полностью сүйекті жинайды. Сосын кішкене оны қақтайды, кішкене далада оны кішкене в дыму держит чуть-чуть, и потом все кости варят в одном большом казане. И готовят это блюдо томыртқа. Сосын томыртқаны прям қайнатады, 8-9-10 сағаттай қайнатады. Сосын ер адамдар қазан қасына тұрып, жақсылап тұрып, оны сапырады. Прям вот хорошенько должны перемешать.
И вот когда сверху появляется вот это вот Майя. сам жир костный, нужно настолько это все перемешать хорошенько, чтобы все это превратилось в один такой густой напиток. И сонда вот этот густой напиток разливают всем близким родственникам. Аман есен, қыстан шықтық деп, осындай ырымдап, всем начиная от малого и до самых старших этих родственников прям раздают. Әрбір үйге апарып береді омыртқаны. И вот это вот означает вот то, что мы заступили вот новый этап, жаңа мезгіл келді. Сосын тағы да бірнеше тамақ пісіреді. Мысалы, қыста раньше вот были же литовки, зимовки, и часто бывает, даже до сих пор, сейчас бывает, что... Да, жайлау қыстау. И даже сейчас бывает, например, очень много родственников, которые друг друга долго не видят, часто обижаются, да, өкпелеп қалады. И сонда бірінші тамақ қыстан қалған өкпе қалады, жылқының өкпесі. Сол өкпені пісіреді. Соның өкпенің ішіне кішкене тұз, сосын ұн мен сүтті араластырып өкпеге құяды, кеңірдектен өкпеге құяды. Сонда өкпе сүт деген тағамды пісіреді. Өкпелемесін, менің қайын жұртым, менің құдаларым, туыстарым, вот где родственники далеко живут, чтобы они не обижались. И сонда өкпе сүт, ол ең дәмді, жұмсақ, очень долго, кропотливо готовят его. И вот этот өкпе сүт или кәде ретінде бер жереді туыстарға, или туыстарды шақырады. Сонда өкпелемесін деп өкпе сүт пісіреді. Сосын второй этап, самые главные люди именно во время вот, перехода от зимнего к весеннему периоду, это наши старшие, біздің аталарымыз. И вот в первую очередь им отдают вот как низкий поклон, да, құрмет, и вот готовят блюдо бел көтерер. Бел көтерер. Бұны мен естіп жүрмін. Белін көтерсін деп. Белін көтерсін деп, и бел көтерерді. Вообще вот у казахов самое сильное животное – это бык. И бұқа, да. Вот кто себе может позволить, прям вот наурызға бұқаны соят, соның бұқаның последний позвоночек омыртқасын на первых вот этих луговых травах прям в своем собственном соку готовят. Сонда сол омыртқаны үлкен астауға салып, әдемлеп бұқтырып, соның қасына ірімшік, сары ірімшік, сосын уыз салады. Сосын қасына жарма құрт деген. Жарма құртты біздің қазағымыз ертеде күзде сүтті құйып, прям цельный сондай құрт жасайды. Оны сықпа құрт емес, ол прям цельный сондай жарма дейді. Сосын его вот напополам прям делят. Да, төрт-піш. Сонда ол полностью вот жир, все вот сохраняется. Он как сыр пармезан сейчас вот, только созревание. Сарлау было? Да, сарлау, такой коричневого цвета. И вот ровно бір қыс сақтайды соны, сосын жарма құртты көктемде алып, оны жарып, и осы бел көтерер астауына қасына салады. Сосын үлкен адамдарға, аталарға, сонда үлкен кісілерге белін көтерсін деп апарады. Осындай бел көтерер деген тамақты пісіреді. Бұл да наурыздікі? Я, бұл да наурыздікі. Сосын ең керемет тамақ ол телшік қуырдақ. Қалай? Телшік қуырдақ. Телшік қуырдақ. Телшік қуырдақ. Телшік қуырдақ десе, мен өзімнің апам ойыма кіреді, анам кіреді. Ол телшік қуырдақ ең дәмді қуырдақ. Ертеде өзім апам телшік қуырдақты соғым сойғанда, ана қазының телшігі болады ғой, сол телшігін кесіп алып, ұнға салып қоятын сандықты алып, соның ішіне ұнға тұзда барлығын ұнға плотно вот так вот закрывает и ұнға салып қояды сол телшікті. Сосын көктемде сол телшікті алады, тағы да тұздайды, потом чуть-чуть держит на дыму, да. И прям, я помню, бізде апамыз огородқа тезек алып, қорадан тезек шығарады, соның тезектің үстіне вот чугунный сковородканы қояды, и сонда телшікті кесіп, сол сковородкаға қойып, и 2 сковородки закрывает, и сверху
тезек салып сондай прям өзінің буына пісетін сондай телшік қуырдақ. Өте әдемі, дәмі өте ерекше болады. Это вот сейчас очень модно, говорят, вот ферментированное мясо, да? Ну, мы, казахи всегда всю жизнь ели ферментированное мясо. Вот. И вот таким образом вот в муке оно и натурально все это ферментировалось. Сонда осындай телші қуырдақ ең вот любимый внуки, балаларға, сондай вот у кого иммунитет ослабленный, это вот именно апалардың тамағы дейді телші қуырдақ. Ол именно өзінің сүйіспеншілігін, сағынышын білдіретін сондай ерекше тамақ. Оны телшікті жегенде дәмі өте ерекше, и осы қазының дәмі осындай нежный болады. Араласып бір-біріне. Я етпен прям араласып, прям я помню өзім қолыммен алып, прям во рту прям таяло вот это мясо. Вот ол телшік қуырдақ балаларға арналған тамақ. Сосын тағы да үшінші тамақ ол көже дейміз, иә. Көжені вот қазір айтады барлығы 7 дан болсын, 8 дан болсын, 5 дан болсын. Жоқ, мен постоянно... Наурыз көже, иә бұл? Наурыз көже ол не то, что там 7 ингредиентов или 8 ингредиентов, неважно. Әрбір үйде қыстан бір хозяйкада бір кішкене жал қалады. Бір хозяйкада кішкене ет қалады, ірімшік қалады, бидай қалады, жүгері қалады. Сонда сол ертеде аналарымыз үлкен қазан қойып, біреу кішкене жүгері әкеледі, біреу бидай әкеледі, біреу тары әкеледі, біреу ет әкеледі, біреу жал әкеледі, біреу кішкене қазы әкеледі, біреу айран, біреу құрт әкеледі, соны бір қазанға қосады. И мысалы ол 5 нәрсе болады ма, 7 нәрсе, 8 нәрсе бола ма, оны сондай прям четкий градация жоқ. Не қыстан қалады деп, соны бір қазанға жинап, сондай витаминный иммунитет көтереді. Мысалы, наурыз көже ол қазақтарда 3 направление бар. Қызыл, көк, жасыл. Қызыл ол ет, жасыл ол дән дақыл, и ақ ол сүт, айран. Соны көже, наурыз көже болады, бидай көже болады, жүгері көже болады. Сол көже ол қазақтың тамақтары көп қой. Именно көже ол осы 3 ингредиентті бір қазанға, бір тәрелкеге, бір кесеге қосыратын ерекше тамақ, біріктіретін. Ол бір ерекше тамақ. Бізде вот японская кухня, французская, американская, всякая кухня бар, русская кухня. Нигде, ни в одной кухне нету таких блюд, которые бы сочетали в себе 3 основных ингредиента. Да. Вот. И именно вот это блюдо, забота о своих близких родственниках, забота о своих сородичах, которые рядом живут. Вот именно все блюда, которые готовились поэтапно, даже балғын сүрет юқашар деген тамақ бар. Юқашар, да. Осы юқашарды, мысалы біздің аналарымыз, бойжеткендер, жылқының жаясын сақтап қалады, сосын оны кептіреді, сосын оны на дыму немного коптят, вот. И из этого готовили вот это вот, и тушили в молозиве. И это вот такое, знаете, витаминное, очень сытное блюдо. И вот специально женщины именно в этот период кормили своих мужчин и планировали свое потомство. Да? То есть наурызда әрбір тағамның өзінің мағынасы да бар, өзінің философиясы да бар, и әрбірінің өзі кімге арналған өзінің сондай вот ерекшелігі бағыты бар, иә? Молозиве деген уыз, мысалы, осының барлығын сіз айтып отырсыз, біздің күнімізге тек наурыз жетті. Наурыз көже 7 түрлі тағам, 7 деген енді қасиетті санмен байланыстырылып, жаңағы фольклоралық арқылы келген шығар. А мынау сіз
сіз айтып отырсыз тамақтардың барлығын. Жаңа біреуіншісі мысалы сүйекті 10 сағат қайнатады, коллаген, иә. Біз оны сатып алып ішіп жатырмыз, бәленбай мыңнан. Мысалы бәрінің өзінің жаңа бел көтерерінде өзінің әрқайсының адамның денсаулығына арналған, жаңа иммунитетін көтеруге арналған бағыттары бар. Яғни ғылыми ол кезде қазақта ғылым болмады дейді ғой, мысалы, 20-шы ғасырдың басында. Мен қалай сенемін осыған, ғылым болма? Стереотиптер. Қазақтар өте дана, өте ғылымды. Бізде мысалы тары, қазір бәрі модный, тары шай ішіп жатырмыз, тарыдан чизкейк жасап жатыр, тарыдан мороженое, бәрі. Но тарының тарихы еще в эпоху железного, бронзового века тары болды. Қазақтар тары деген, тағы да тарының бірнеше түрі. Мысалы, джугара дейді оны, күртік дейді. Сондай бір дән дақыл болды. Например, пшеница позже пришла. Вот именно тары, вот джугара, джугері, это вот именно құмаршық деген тарының бір түрі. Ол дәндақылдар уже еще историческое обоснование было. Например, вот нашими археологами были найдены на востоке, были найдены погребения на территории Уржар. Там вот были найдены вот остатки тара. На многих археологических памятниках были еще вот с Японии коллеги приезжали, изучали. Были найдены остатки тары. Бұрыннан бар. Тарыны қазақтар бұрыннан пайдаланған. Айтады ғой, қазір безглютеновый питаниядамын, ферментированный питаниядамын. Она полностью вот европейский стандарт и так далее. Жоқ, мен айтам, біздің қазағымыз ферментированный питаниемен всю жизнь тамақ ішкен. Ана безглютеновый питание полностью сондай тамақ. И біздің тамағымыз денсаулыққа өте пайдалы, өте... Мысалы, не хочу обидеть блюдо другой кухни, но хочу отметить, что біздің тамағымыз жай тамақ ішкен жоқ. Әрбір тамақтың өзінің мағынасы да, философиясы да өте мықты. Кәдімгі бағыты, мақсаты болған ғой? Мақсаты бар. Әрбір тамақтың өзінің мақсаты бар. Мысалы, айтады ғой, ана КВН-дерде помню, ана қазақтарда күйеу табақ, келін табақ, жолдасқа арналған, құдаға арналған, досқа арналған, сыйға арналған, тойға арналған, сондай әрбір сондай табақтар рәсімі, ол әрбір қандай осы астауға қандай ет салатын, кімге арнаған, соның өзінің осындай мәдениеті. Бір табақ тарту, ол үлкен мәдениет. Онымен келсем. Әйгерім, осының барлығы қайдан келді, бұл ақпаратты қайдан, қандай дерек көздерге? Мен өзім апамның қолында өскемін. Апам менің осы Алтай жақта, границада, Россия мен Қазақстан границада тудық. Өзім апам сондай шөптерді жинап, сондай кішкене осындай адам болған, қобыз ойнаған, сондай бір ерекше адам болған өзі. Сол осы қазағымыздың мәдениетіне, өзі елімді сүю, мен өзім ойлам, ол апам мені кішкене сол жаққа өзім үйретіп, сосын өзім этнография мамандығы, то, что вот изучала именно этнографию, и это экспедиции. Өзім бір 15 жылда сол экспедицияда жүрдім. Қазақстан бойынша сол приграничный регион России, Алтай, сосын Қытай жақтарда, Өзбекистан, Түркменистан, сол жақтарды бәрін аралап, Қазақстанды мысалы мен 2018-19 жылдары Қазақстанда барлық ауылдарда болып, осы қазақ аз дәстүрмен дәм деген кітабымды жаздым. Сол біздің қазақ халқымыздың аналар, әжелер, аталар барлығы маған көмектесіп, осы бір ауылға келем, сонда ауылда барлық ауылдың әйелдері жиналып, маған біз осындай тамақ жасадық, біз осылай барлық рецептурасын беріп, бөлісіп, айтып, қалай істеді. Мысалы, барлығы айтады, северный регион Қазақстанда қазақтың тағамдарын жасамайды деп. Жоқ, именно мен сол жаққа барғанда, сол Петропавл жаққа барғанда, мен өзімнің кітабымда қазір 50 тамақтай жазу бір. Өзіміз қазір 1000-нан астам тамақ зерттеп,
қазақтың тек қана тамақ емес, оның технологиясын қалай жасау. Тағы да біз қазір оны уже ғылыми ретінде зерттеп 19 патент жасадық. Қазақстанда аналог черного кофе, ол жидені лохус калисный, соны зерттеп, аналог черного перца, сосын аналоги зеленого чая. Біз өзіміз Қытайдан әкелеміз, дорогой пуэр деп, көк шай деп. Жоқ, бізде девичий виноград, барбарисовые листья, ол көп өседі бізде, ол сорняк ретінде өседі. Ол натуральный зеленый чай. Біз оны өзіміз бағаламай, өзінің производство жасамай отырмыз. Бірақ оны барлығын зерттеп, барлығын енгізіп, мықты производство жасауға болады. Мысалы, біздің ерекше, мен айтам, Қазақстанда біздің қазақ халқымызда ақ алтын бар. Ақ алтын ол сүтіміз. Ол сиырдың сүті емес. Ол біздің жылқының сүті, ол түйенің сүті, ол өте ерекше. Мысалы, жылқының да сүті, түйенің сүті, ол лактозасы жоқ. Біздің ол ананың сүтіне полностью похоже на женское грудное молоко. Это уникальный продукт. Это тот продукт, который полностью может оздоровить всю нашу нацию. А у нас сейчас проблема, нету рынка сбыта у наших фермеров. Шармановтың зерттеуінде бар ғой, саумал мен ана сүтінің тепе-теңдігі бірдей. Саумал сәл майлылау, бірақ мен оқығам салғам. Енді бір яғни сіз кәдімгі Әлкей Марғұлан, Радлов сияқты халықты аралап жүріп, қолмен жазып алған рецептілер мынаның барлығы, біз мысалы этнограф ретінде біз айтады ғой, субъективный информация жинауға бізге болмайды. Бізде объективный информация. Мысалы, біз бір ауылды арнап, екінші ауылды арнап, үшінші, только где-то 10-шы ауылға келгенде біз сон информацияны біреу, мысалы, бір тамақты зерттесек, әрбір ауылды полностью 10 ауылды, если подтверждение болса, только сонда біз оны уже жариялауға бізде рұқсат бар. А так, біз полностью бір информацияны, региональные особенности, климатические особенности, географические особенности, соны барын полностью информацияны біз проверяем. Сонда только жарыққа шығарамыз. Енді мынау наурыз көжені түйіндейтін болсақ, яғни наурыз көжеде 7 түрлі дәм, 7 түрлі дәм деген қағида жоқ. Жаңа қызыл, жасыл, ақ болса болды, соны қолыңда бармен араластыра бер деп тұрсыз, жетеу емес 3 қағида наурыз көжеде. Да, обязательно вот 3 направления болу керек. Қызыл, жасыл, яғни ет, сосын жасыл дәндер және ақ сүт. Ол бір. Екінші, енді мен бір намыстанып қалам кейде, былай қазақтарда сендерде не тамақ жейсіңдер, немесе етпен қамырдан басқа не жейсіңдер дейді. Қамырды қайнатасыңдар, етті қайнатасыңдар, немесе оны самсаға пісіресіңдер, басқа ештеңе жемейсіңдер дейді. Біз мысалы қалай, біз сіз сияқты түсіндіре алмаймын мен. Енді бірақ мысалы Көкшетауға барсақ, табақта қамыр болмайды. Ет. Ал Қызылорда, Шымкентке барсақ, қамыр өте көп және ұсақ малдың еті бар. Ол жақта сосын сәбіз болады, картоп болады, шөп шаламы көп, қызанақпен жейді. Және өте жиі байқаймын пікірталастарда, қазірде комментарийда солай болады шығар. Көкшетаулықтар, Жезқазған, мысалы Қарағандылықтар, Шымкент, Тараз, Қызылорданың етін менсінбейді. Ой, сендер майдасыңдар. Қымыз, Жанарқан. Сен не істедің, Сема? Не бүлдірдің? Мен ештеңе істемедім, апа. Өзі сұрады. Білдің ғой, дәрден бедеу боп қалатынымды біле тұра бердің, солай ма? Қалай дәтің барды? Ол енді балалы боламаса, ант етейін, мұның өте ауыр болады. Жейлан ханымның қан талдауы мен тексеру нәтижелері шықты. Қымызы мықты, жоқ, семейдің қымызы мықты. Не себепті ол енді менің жеке субъективті ойымша, анау оңтүстікте күн ыстық қой, қалай ет жей береді? Енді менің ойымша ше, айтқықтым жей алмайсың, а солтүстікте ет жемесең қалай жылы жүресің? Енді менің ойымша. И климатические, географические условия, мысалы даже өсімдіктер, травы разные. Например, мысалы біз Көкшетауға барып, біз оның құнарлығы шөптің тез, не тяжелый. Мысалы, тез қорытылады. Тез қорытылады.
көп мысалы ысталғанда ет болады, сол етті жей береміз ну тағы да и осындай үйіп береді. А мысалы біз Шымкентке барсақ кішкентай осындай ет жесек, біз тойып қаламыз. Иә, ыстықта и оның шөптері құнарлығы өте жоғары. Сондай да бір. То есть осындай природные условия тоже влияют на вот. И мысалы еще есть вот региональные особенности. Мысалы барымыз айтамыз ғой, мен өзім Павлодар жақты, сосын осы Павлодар айтамын ғой, Павлодар, Астананың еті мықты. Сосын ана Шымкентке барсам, Шымкенттер айтады, жоқ, біздің етіміз өте ерекше. Әрбір бізде вот генетический код, генетический маркер бар. Ол бізде мысалы айтады ғой, бізде вот мысалы мен ауырсам, өзім осы еліме барып, мысалы Павлодар, Алтай жаққа өзім суым ішем, сонда етімді жесем, мен өзімнің сезімім ерекше болады. Мен да кішкене ауырып қалсам, мен тез выздоравливаю быстро. Вот это вот и это и есть генетический маркер. Мысалы, біз қойдың етін, мысалы, біз қазір қымызға салып, кішкене оны қымызда ұстап, сосын пісірсек, или бұқтырсақ. Сонда, мысалы, сіз осы еттің, мысалы... Қойдың етін қымызда бұқтырсақ. Да, қымызда бұқтырсақ. Сіз, мысалы, өзіңіз оны бірінші рет жеп тұрсыз, бірақ сіз бір рет жесеңіз, осы дәм, как будто сізде сондай чувство, как будто сіз оны уже жедіңіз. И сізге будет снова хотеться оны тағы да жесек, тағы да таңыз. Со именно технологияда сіздің анаңыз ба, апаңыз жеді. Мысалы, Қазақстанда осындай бір шөп өседі. Чебрец қазір дейді, оны зверобой дейді, чебрец дейді, и зизифора дейді, зизифора. Со біз тағы да қойдың етін алсақ, ертеде біздің аналарымыз чебреспен алып, орап тастайтын қойдың етін. Сонда и соны қақтайды. Мысалы, сіз соны жесеңіз, сіздің аузыңызда сол дәм болады. Ол вот генетический маркер деген. Сіз ет сізге өте осындай жағымды болады. Вы будете хотеть его кушать снова и снова. Вас будет тянуть кушать это. Например, ертеде біздің апам тоже айтатын, шырмауық. Что за шырмауық деген? Шырмауық, біз қазір оны зерттеп, ол бізде огородта мелколепестный канадский деген сондай шырмауық бар. Ол научный форматта біз оны зерттеп, қазір оған патент алып, ол бізде қарабұрыштың аналогы. Соны қазір дәм береді. Дәм прям настоящий қарабұрыш. Біз мысалы қазір етті отқа қақтап, осындай кішкене шырмауық сеуіп, сол мелколепестный канадский, сондай прям нағыз осындай қарабұрыш сепкен, өте дәмді, иісі де мықты болады. Сондай ерекше бір тамақ болады. Соны сізге берсем, сізге ол ұнайды. Сосын сіз тағы да жеңіз келеді. Потому что ол именно раньше вот кушали ваши біздің дәстүрде болған. Енді менде сұрақ өте көп, мен кәдімгі энциклопедия ақтарып отырған сияқтымын, егер мен соншама біздің ұлттық тағамдар туралы білген жоқпын. Мен бірақ сізді нешінші рет тыңдап жатырмын, сонша рет тыңдауға дайынмын. Қойдың майы туралы мем көп қой? Ой, иә. Бірақ кейде артық кетіп қалатын сияқты болып көрінеді, енді балаға, өйткені оның құрамы ауыр ғой, балаға жағу, енді мен түсінемін, кейбір жерлерде пайдасы бар деп ойлаймын. Өйткені бәрібірде әжелер қыздарына, аналарымызға берді ғой, бірақ бәріне ем емес қой, Мысалы қазір қай жерге болмайды? Қойдың майы, да. Мысалы қазір біз, мы живем же все в квартирах, мы же в юртах не живем. Это современные реалии, Біз мысалы уже барлығымыз, Аллаға шүкір, машинамен жүреміз, үлкен квартирадарда тұрамыз, То же самое мұнда да қазір, например, экологическая обстановка, вот это вот все бар. Мысалы біздің организм тоже қазір, мысалы қазір ораза ұстап жүрміз, уже осындай көп тамақ шалмаймыз, уже кішкене овощи стараемыз жеуге, шөп шалап, да, мысалы жылқының етін уже көп тоже жей алмаймыз, да. Но это все это вот современные реалии, это себе адаптация. Поэтому на это нужно нормально смотреть и реагировать. Но қазақтарда вот
то, что я всегда говорю, вот, ну, некоторые вот говорят, вот, қазақтың тағамы өте майлы, ну, и так далее. Жоқ, қазақтың тағамы майлы емес. Просто нужно его правильно употреблять. Рацион и режим питания. Мен өзім только там, в основном қазақтың тағамын жеймін. Мысалы, мен айран ішеміз, шұбат ішеміз, қымыз ішеміз. Мысалы, қымызды ішкенде өзінің ерекшелігі бар. Қымыз, мысалы, 40 түр қымыз бар. Мысалы бар, уыз қымыз бар, жас қымыз бар, құнан қымыз бар, түнімел қымыз бар, бесті қымыз бар, сары қымыз бар, шипалы қымыз бар, ысталған қымыз бар. Ну, еще я вот еще 2 суток могу про Есте қымыз говорить. сақтадыңыздар ма? Я. Мысалы, қымыз, жуас қымыз, түнімел қымыз, бала қымыз, құнан қымыз, осындай уыз қымыз, осы қымыздарды тек қана оны тәбет ашу ішу керек. Астың алдында. Астың алдында. Ни в коем случае оны ет жеп, сосын жас қымыз ішіп, ол не пойдет. И осындай жас қымызбен, құнан қымызбен, түнімел қымызбен кішкене ірімшік жеуге болады, дәндақыл, сосын жент кішкене, сондай бір легкий тамақтар жеуге болады. А ет жеп, сорпа ішіп, сондай уже тяжелый тамақ жеген сен, сосын тек қана дөнен қымыз, сары қымыз, шырғана қымыз, ысталған қымыз, асау қымыз, уже оның кішкене ферментациясы, уже немножко брожение, когда идет, только после вот тяжелой, вот жизнь, айтады ғой, вот Европада, Францияда в основном аперитив бар. Сосын оларға джезистив. В конце олар крепкие напитки береді ғой, вот джезистив, да? Это вот в конце, чтобы переваривалась пища. Вот насколько мудрый наш народ. Қорыту үшін ауырлауын ішу керек. Біздің үлкен, біздің ата-бабаларымыз, мен постоянно всегда удивляюсь, насколько олар дана болған, насколько они великие ученые были, что вот именно тогда они даже разработали нам рацион и режим питания. Обрядовая пища была, домашнее питание было. И вот соблюдение вот этих вот всех правил, которые давным-давно еще были, если мы сейчас это все будем соблюдать, никаких заболеваний, никаких проблем с желудком, перееданием, ожирением и так далее, ничего этого не Бірақ еттен кейін кола ішеміз ғой қазір. Я? Зачем кола ішуге? Углевод, көмірсу. Вот, қымыз ішу керек. Яғни еттен кейін қымыз ішу керек. Да, именно асау, кішкене уже такое қымыз. Шалап ішуге болады, шұбат ішуге болады. Шалапты әр аймақ әртүрлі айтады. Оңтүстікте шалап деген ол айранмен су. Сол, иә? Еттен кейін. Тоже болады. Но нежелательно. Лучше вот пить қымыз такой сильный. Вот тогда действительно будет. Или шөп-шай. Шөп-шай. Мысалы, біздің аталарымыз ертеде горный василек деген, он в горах очень много его растет. Горный василек является натуральным мизимом. Қырдағылар неше? Ну, там тоже очень много, на чебреце, на шалфее очень много чая. И вот именно даже вот просто взять чебрец, чай на чебреце, вот луговые травы собрать, и вот эти чаи, они являются именно теми, там есть те вот эти вот факторы, которые благоприятно влияют на быстрое переваривание пищи. Ал енді біз тамақтың, тәніміздің қорегін айттық, оның мән мағынасының зор екеніне күмән жоқ, енді рухани қорек, бәрібір де біздің халқымыздың енді дана халық деген сөз мектепте ең көп айта береміз, кейде жауырлау болып кеткен, бірақ шынымен де қазақ өзін мақтау емес, әрбір әрекетінде даналық бар. Мысалы, дастархан басында бата беру, мен этнограф емеспін, мен тарихшы емеспін, бірақ менің түсінігімде дастархан басында бата берудің өзінің пәлсапасы асты ішетін кезде жақсы сөз айту, жақсы ақпаратты қабылдау. Сосын енді аталардан келеді ғой, аталарың әкең айтады, ағаң айтады, сөйтіп кетеді. Мысалы, дастархан басында ұрыспайды, негатив айтпайды. Бір-бірімен спор болмайды, біткесін далаға барып ұрысып келіңдер деген сөздер бар ғой, мысалы, сөйлемейді. Бұның да мәні бар ғой, дастархан басында не істеуге болмайды? Қазақ дастархан басындағы рәсімдері қандай болған? Дастарханда тамақ ішу керек бірінші рет.
тек сонымен айналысу керек болды. Жақсы сөз айтып, бір-бірін мақтап, сондай бір-біріне комплимент айтып, қолмен тіреуге болмайды, жатуға болмайды. Сондай. Жантайып шай ішуде болмайды. Ну, қолмен тіреп жатуға помню өзім әжем ұрсатын. Иә. Ну, өзім ана экспедицияда болғанда үлкен сондай информаторларымыз, олар айтатын. Мысалы, дастарханда 5 адамдай отырады. Осы дастархан ол біріктіру үшін адамдарды, әрбір осы қазағымыздың тамақтары, әрбір тамақ ол біріктіруге арнап істелетін тамақ. Бір табақ. Бір табақ. Иә. 5 қол бір табақтан жеп, со именно на объединение семьи, рода. Вот вся кухня, она была вокруг этого, чтобы семья, она объединялась. Вот сейчас, мысалы, мен қазір бір направление бар Италияда, Европада, slow food дейді. Slow – это медленное питание. Біздің қазағымыздың полностью кухнясы ол медленное питание, slow. Что мы понимаем под медленным питанием? Мысалы, біз қазір таңертең бәріміз тұрамыз да жұмысқа жүгіреміз. Да, тез тамақ завтрак ішеміз, жүгіреміз. Обедте, мысалы, мамасы келсе, папасы жоқ, папасы болса, мамасы жоқ, или балалары жоқ. Бала планшет қойып қояды. Или бала планшет қойып қояды. Сосын кешке тоже. Осылай сөйлемей телефонда отырады, барлығы жоқ. Именно осы қазақтың тамақтары сол бір үлкен астауға, тамаққа арнап жасалатын тамақ. Әрбір вот каждый член семьи, они должны сидеть за дастарханом и медленно кушать. Вот это Кезең-кезеңімен. Не было же раньше, семьи не распадались, не разводились, всегда было вот уважение старших, семьи всегда были цельные. А вот сейчас из-за того, что мы не кушаем дома, просто вместе редко завтракаем, редко ужинаем, обедаем, поэтому мы просто бір-бірімізбен сөйлеспейміз. Отбасылық дәстүрлер жоқ. Да, сөйлеспейміз. Біз балалармен сөйлеспейміз, балалар телефонда отырады. Біз өзіміз жолдастарымызбен сөйлеспейміз, потому что бізде уақыт жоқ. Тез тамақ ішу, кету. Осы медленное питание, қазақтың тамақтары, ол бір дастарханда отыру, бір-бірімен сөйлесу, қалым білу, бата беру, ризашылығын айту, со тамақтар соған арналған. Яғни дастарханға отырғанда бата берген, сосын тұратын кезде бата берген. Екі түрлі бата. Оны батаны міндетті түрде дастархан басындағы ең үлкен адам бере ма, әйелге бата беруге бола ма? Ыңғай әйел отырса, әйелдер береді, үлкен әйелдер береді, а так, в основном, үлкен адамға, или өзін, мысалы, үлкен адам, может, өзін арнап қасында жолдасына беріп, сондай, как уважение. Кімді құрметтейді, соған қонақ береді, қонаққа береді. Осы ең көп пікірталас болатын тақырыптар ғой. Осы сізбен сұхбатқа дайындалып отырып, бір ақпарат оқып қалдым. Бір романда жазушы жазған екен, сонымен содан шыққан. Қазақтар кезінде күніне бір-ақ рет тамақтанған дейді. Мысалы, түріктерде таңғы ас деген дәстүр бар, мысалы, түрік досым бар, ол үйіне қонаққа таңғы асқа шақырды. Дастарханын толтырып қойып, біз Түркияға барған, өзіңіз білесіз, бәрі. Сәйкесінше күнайдың деген өздерінің дәстүрлері бар. Қош келдің. Біз кешке екен. Біздің тамақтардың бәрі, дәстүрлі тағамдардың көбісі кешке екен да. Сосын менде логика қосылады ғой енді. SWOT анализ, яғни құрт сорып жүру, жаңа сіз айтқан шалапты іше салу, жаңа майда-шүйда перекустар дейді ғой, неше түрлі. Олардың бәрі сонда күндіз кешкі асқа дейін шыдай тұру үшін, жүре тұру үшін. Денсаулыққа пайдалы, өте пайдалы. Бізде таңғы ас ішпеген ба сонда? Таңғы ас ішкен, но таңғы ас өте сондай легкий. Потому что күні жұмыс істеу керек. Жатпау, жұмыс істеу, сондай. И раньше как кочевали же в основном. И утро это был такой период, когда нужно было постоянно быть в движении. А вот осылай отырып, шай ішіп, уақыт болады жақсы. Ана Сұлтан Махмұт Торайғыровтың, мен шамалы ұмытып тұрмын, өлеңінде бар, молдаға айтып жатады. Оразаның мәні неде деген сияқты қылып. Содан да шыққан анализдерді, бұл сонда қазақтар шынымен де күніне бір-ақ рет бір дастарханда отырып кешкі асқа ішкен.
сондай болған ба? иә Вау. Дастархан басындағы жақсы сөз жарымыз. Тату үйдің тамағы тәтті деген қазақтың мақалдары бар, иә. Енді бір әйгілі, мен қазір есімін ұмытып қалмай үшін айтайын, жапон ғалымы бар. Оның жүргізген зерттеуі бар, қателеспесем, Эмото Масару деген. Естіген шығарсыз, ана стақанға суды құйып, сол судың молекулалары сіз берген ақпаратты жинап алады, соны ішеді деген сияқты. Өте танымал болып кетті. Яғни сіз негативті сөздер айтсаңыз, ол судың да құрамы өзгерген деген сияқты. И су жаңағы ас, тағам сіз айтқан ақпаратты қабылдайды. Дұрыс қой? Иә. Осыдан 1-2 жыл бұрын, қателеспесем, нақтылай өдім. Енді блогерлер жаңағы осы су терапиясы дегенді шығарды, техника. Бәрі суға дұрыс ақпарат айту, оны ішу, сонымен сондай өзіңе бойыңа жақсы ақпаратты қабылдау. Бірақ халық сынады. Суға табынып жатырсыздар. Блогерлер кешірім сұрады, енді әдеттегідей бәрі. Осы жерде менде парадокс болып қалды да. Мысалы мен осы бір ай бұрын бір жерге қонаққа барып, маған кішкентай баланы әкеп тұр қасыма. Аузына түкір дей ме? Аузына түкір деп. Ну, вот. Түкірдіңіз ба? Түкірген жоқпын, бетінен сүйдім, маңдайын сүйдім. Түкіріңіз деп. Ол өте сондай ырым бар. Маған да бір рет мен осы даже кішкентай болған жоқ, мен өзім мектепте оқығанда бір ата маған аузыма түкірген, жақсылап тұрып. Ол бір молда, сонда оқитын ата болған. Сонда прям, я это хорошо помню. Ана энергетикасы балаға берілсін дей ма? Сонда ырымдап апам мені түкіргізген сондай. Жаман болған жоқпын. Сондай ырымдап, ырымы өте көп. Менің анам ауырғанда өзі ол айтқан, қызым ол маралды жақта туған. Қызым мені маралдыға баршы деп, маралды жақтан су ішкім кеп тұр деп. Мен сонда ойлап, неге ол именно маралдан су сұрап жатыр? Неге ол осы Павлодардан әкелсем, или осы Астанадан су? Жоқ, өзім елімнен, өзім туған жерімнен, ана жерімнен сондай су ішкім кеп тұр деп, сондай анам айтқан. Сонда мен маралдыдан барып, маралдыдан су әкелгенбіз. Сол 5-литровый баклажкам, соны анам суды ішіп, сондай маған жақсы болды деп, сондай бір өзінің рухтанып қалды. Бұл жаңағы туған жерінің қуаты дейді ғой, туған топырақтың қуаты, туған топырағын алып кеткен деген неше түрлі. Қысқасы судың энергиясы бар. Бар, мен өзім ойлаймын, бар. Мысалы, біз өзі елімізге барғанда, өзі еліміздің суын ішкенде, біз прям сондай бір ерекше сезім болады. Қызылорданың скважина суы бар ғой, мен жақсы көремін соны. Су дәмді, например, су ерекше болады. Мысалы, мен тағы да бір сондай наблюдением бар. Өзім ана пандемия кезінде бір сондай ауылдарға барып, өзім экспедиция жүргенмін. Сонда бір апаларға барам, бір апаға барып, түнде апа сағат 4, сондай 4-3-те таңертең тұрып алады, сосын жүреді, әйнектерді сипайды, сосын су ішеді, бірдеме істейді сол апа. Мен қарап жүрем, не істеп жатыр ол апа? Жарайды, сосын тағы да уже келесі ауылға барып, тағы да бір апалардың үйінде қонам ғой. Сонда тағы да көрем, бір апа то есікті бірдеме істейді, сипалайды түнде сағат 4-те, сосын су ішеді. Сонда ойлаймын, не істеп жатыр мына апалар? Сөйтсе? Сонда сол кезде мен ана бір интересный книга бар ғой, Роберт Шарма, «Магия утра». Соны оқимын. Соны оқығанда мен кішкене так удивление болады менде. Зачем мне магия утра? Біздің апалар сол магия утраны барлығы істеп жатыр ғой. Сонда таңертең сол апалар бата тілеп, намазын оқып, соны именно сағат 4-тен 7-ге шейін ол ерекше сондай мезгіл. Вот это и есть магия утра. Яғни... Да, каждый понимает по-своему. Кто-то
принимает это за какой-то шаманизм, но хотя я считаю, что это не шаманизм. Это такое вера, это әрбір өзінің адамның ниеті бар ғой. Шаманизмге қарай шамалы. Да. Кішкене ғана дінге дым қатысы жоқ, бірақ біздің тарихымыздан келе жатқан кейбір дәстүрлердің Очень много элементтері доисламских компонентов, шаман, да. шамандық У меня сияқты. первая диссертация, она первый өзімнің ғылыми жұмысым, ол доисламский, мусульманский и исламский компонент в погребальном обряде казах среднего приетиші деген өзімнің бірінші диссертациям. Жерлеу рәсіміндегі. Этноархеология, жерлеу рәсімінде доисламский и мусульманский компонент, соның трансформациясын сол туралы жазғам. Сондай бір менде ғылыми жұмысым бар тағы да. Вот. Мен өзім ойлаймын, что сондай компонентов очень много. Шаманизм Связанные деген не с ол? огнем. Ну, например, вот когда адам жерлейді ғой, сосын ана ковер бывает. Кілемге орайды. Кілемді орайды, сосын кілемді түнде аймен жұлдыздың астында жатсын деп кілемді далаға шығарып қоятын сондай бір нәрсе Ол бар. әлі бар. Иә, онда әлі бар сондай. Сосын ана жоқтау өлең айтатын, жоқтауды айтады. Ну, сондай көп рәсімдер бар. Конечно, есть такие моменты. Әжелеріміз, мен бір көрші Это әже народный, вот народный ислам, говорят, это в народе то, что осталось, укоренилось, оно и есть. Мысалы, мен кішкентай кезімде есімде бір ауырып қалдым. Дәрігерге бардық, бәрі жақсы деді. Ұшықтады. Иә. Жер ұшық деген болды. Иә. Неше түрлі ұшық болды. Да. Сосын отпен басымнан айналдырды, тұзбен айналдырды. Тұзбен айналды. Осының барлығы бұл элементтер де шаманизм. Да, ну как шаманизм, это как... Әлде бұл біздің дәстүр ма? Это дәстүр, это народный, как народный, даже и не шаманизм, это народное бытование, которое вот осталось. Да, тұрмыс. Ну, до сих пор, мысалы, біздің балаларымыз, өзім да, балам, өзім да кішкене ауырсам да, шаршап тұрсам да келем, өзім бетімді тұзбен жуам, тұзбен жуынам, көп халықтың арасында жүрем. Мен до сих пор тұзбен қолданам. Иә, осы туралы бізде танымал хоккей командасының бапкерлерінің бірі, психологиялық бапкері, сұхбат барысында айтып қалды, әсіресе юниорлар командасындағы жігіттер үлкен ойында енді өте көп жангер болады ғой. Жартысы ол сен үшін жангер болса, жартысы сен үшін қарсы. Сүрініп қал деп, сен үшін жаман тілек айтып отырады. Дейді ол бәсеке. Және сол бапкер айтады екен, ойыннан кейін барып, бір ваннаға 2 келі тұз салып жуыныңдар дейді екен. Мен де солай істеймін. Былайынша алып қарағанда, менің кішкентай қызым 40-нан шықпай тұрғанда үйге адамдар көп келді, балаға ауыр болмасын деп есіктің тұтқаларын тұзбен жуды. Иә, әжесі. Оны сол кезде бірінші рет білдім. Сол сияқты бізде тұзбен байланысты нәрселер көп. Біздің дәстүрлерде тұзға қатысты тағы нелер бар? Деректер бар ма? Тұздың маңызды қанша маңыздылығы? Ну, айтады ғой, жаман сол энергетикамызды, соны мен өзім, мен де балаларым да до сих пор тұзбен жуынамыз. Бізде ғана емес, көп шығыс халықтарында, иә? Тұзбен жуынамыз, бетімізді сүртеміз. Сондай халықта қалып қалған сондай бір рәсім деп ойлаймын. Тазару, иә, мысалы бізден таза таза Қазақстан деген акциялар болып жатады ғой, мысалы. Менің ойымша, бұл таза Қазақстанды көпшілік енді андай деп ойлайды ғой, қоқыстан тазарту деп. Бұл енді ниеттің тазаруы. Адыраспанмен до сих пор үйді, адыраспанмен бізде адыраспан дейді бар. Оны бірақ антибактериал дейді ғой, иә? Адыраспан, сосын еловые шишки, соны бәрін жағамыз. Иісі жақсы, сондай қолданамыз. Онсыз болмайды, иә. Тіпті хай-тек стильдегі, модерн стильдегі пәтерлерге кейде келесін, адыраспанмен шығарады. Жоқ, тазаруға қатысты. Мысалы, енді өзімдің рухани тазалансам екен деген адамдарға қандай мысалы тарихпен ұштасатын бір қадамдарды кеңес қылып айтуға болады. Ниет тазалығы, іс-әрекет тазалығы, рухани тазалану, мысалы, тұзбен жуыну дәстүрлі нәрселер ғой. Былай. Мысалы, мен өзім этнографияны зерттегенде, өзім осы қазақша осындай ертегілер, эпостар, өлеңдер көп оқыдым. Сен не істедің, Сема? Не бүлдірдің? Мен ештеңе істемедім, апа. Өзі сұрады. Білдің ғой, иә? Дәрден бедеу боп қалатынымды біле тұра бердің, солай ма? Қалай дәтің барды? Ол енді балалы боламаса, ант етейін, мұның өте ауыр болады. Жейлан ханымның қан талдауы мен тексеру нәтижелері шықты.
ғылыми ретінде именно ғылыми информация өзіме көп информация таптым. Жаңағы тазаруға қатысты мысалы енді қазір не бар, әлеуметтік желі бар, пабликтер бар, неше түрлі кейбір жаңа пабликтерде жаңағы сенің халқың ондай болмаған, сенің халқың ондай болған деген сияқты көп бір пікірталастар болып жатады. Біз енді тарихқа үңіліп жатырмыз ғой. Мен сол осы сізден сұхбат алатын кезде қандай мәселелерге қатысты білместік бар екенін зерттедім де, және көпшілік қазақтардың мысалы тазалығына, қазақтардың емес, шығыс халқының тазалығына қатысты сұрақ көп қойған екен. Қалай жуынған, қайда тазаланған, жаңбырмен жуынған ба деген сияқты әзілдер де көп. Қазақтар өте таза халық. Ғалымның тілімен тыңдаңыздар. Өте таза халық. Қазір мысалы банная культура очень развита. Айтады ғой, ана сакские бани қазір придумали. Я считаю, что сакские бани это наоборот антисанитарное направление. Ну, сакские бани, мысалы, если вот камыши, мысалы, қазір бір сол помещенияға 3 адам келсе, она же вот это вот все пот, все садится же на вот эти вот стены. И потом еще, это считаю антисанитария. Но вот есть археологические данные, туркестанские бани наши, Кустанай, туркестанский, кустанайский, вот эта сама система банная. Это вот, ну как, это не хамам, но в формате хамама. Там есть прям вот эти банные комнаты были. И вот эта банная культура, она была очень развита. Қалалану кезеңінде, отырықшылану кезінде. Да, еще вот во времена Чингисхана есть описание о ваннах Чингисхана, как на травах принимали ванны с травами. Очень много таких трав, мысалы, айыр болотный деген сондай бір ерекше шөп бар. Ол полностью Центральная Азияда өсетін шөп. Соны шөпті салып ванна алатын. Сондай. Қазақтар осы гигиенасына, тазалығына ең мықты халық деп ойлаймын. Бұған енді бұндай пікірлердің қалыптасуына менің ойымша әсіресе кеңестік кезеңдерде түсірілген кинематография әсер етті. Анау кейбір кадрлар бар, қыздардың көлге барып жуынғаны, киімін алып кететін, сосын жаңбырдың астынан жуынғаны деген сияқты. Это вот этот миф, вот это и есть стереотип. Это и есть стереотипы, которые были заложены, которые вот остались эти мифы, что қазақтың тағамдары аз, что олар жаңбырда жуатын, киімдері нашар болатын. Мысалы, қазір біз стиль оверсайз дейміз, бізде Европадан келіп, вот этот стиль пиджактар оверсайз. Жоқ, мен айтамын сізді, ол Европадан келген емес сол стиль. Біздің қазағымыздың стилі ол есть оверсайз. Именно вот эти вот крой, свободный, трапециевидный, удобный крой. Это вот и есть стиль оверсайз. Яғни жайлауда, қыстауда банялар болған, моншалар болған. Да, моншалар болған. Болған. Біз жуынғанбыз. Жуынғанбыз Бәрі все время жақсы. Этому есть источники описания вот этих бань. Когда были первые градостроительства на территории Казахстана, это южные регионы Казахстана, там прям были первые протобани на территории Казахстана. Берік Әлібай деген аға бар ғой, зерттеп білесіз ғой, ол кісінің өзінің мұражайы бар, Ол кісінің де мысалы көп ақпарат біледі ғой, мысалы қола тегештер, легенд дейма, немесе күміс тегештер. Ана үлкен кісілер аяғы шаршаған кезде аяғын жылы суға малу деген қазақтың сөзі бар, Дәл сол кәдімгі жуыну. Қонақ келгенде қолын жуу. Ол өте ерекше сондай бір рәсім. Бата алу. Қонаққа келгенде бірінші рет саған келіп қолын жуасын. Ол өте сондай. Бірінші вот тазалық осыдан басталады. Сөздің соңында сұрай салайыншы, айтпақшы. Неге кейбір аймақтарда келіннің сәлем салуы жоқ? Сәлем салуы жоқ. Қалай ойлайсыз? Өйткені оңтүстікте бар, бәрі былай, батыста былай, бір қолмен ең-кейін кіреміз. Бізде солтүстіктерде? Солтүстіктерде жоқ. Не себепті? Ну, это вот, наверное, тоже влияние приграничных регионов. Советская власть тоже дала на это отпечаток. Вот. Влияние вот приграничных регионов, наверное, тоже дало отпечаток большой. Поэтому же қазір, мысалы, многие мы потеряли, многие блюда, многие вот рецептуры были потеряны, технологии были потеряны. Вот, например, даже вот, например, западный регион Маңғыстау жақта, осы джугара дейді, ол күртік, ол ең мықты сондай бір ерекше дән дақыл. Ол сол Қарақалпақстанға, Түркменстанға сол кет қалған, сонда до сих пор істейді, а бізде ол жоқ. Мысалы, біз одан уже тамақ істейміз. Мен Ақтауға барғанда ет асты,
сондай бір крупа. Иә? Ол Мен мықты, перловка иә. деп ойладым оны. Жоқ, перловка емес, ол күртік дейді. Қамырдың оны. жанында Да, болды. джугара, сорго дейді оны. Научное название сорго. А бұл жаңағы ет қорытылу үшін ғой сондай. Ет қорытылу үшін, тамаққа, денсаулыққа өте пайдалы. Очень много полезных витаминов в этом. Я вообще кітабымды жазғанда, менде артында бір целый глава бар. Казахстанские травы, ну, я описывала там технологии травы. Как на всем этом сейчас современным бизнесменам можно построить целые направления бизнеса. Вот біз өте баймыз. Мысалы, тағы да түйелерге келсек, біз қазір Қазақстанда түйе ұстаймыз, иә, бізде Қызылорда жақ, Маңғыстау жақ түйе ұстайды. Біз сүтін өндіре аламыз. Сосын шерсть, мясо. Сіз түйенің етін жедіңіз бе? Жақсы көремін. О, молодец. Жақсы көру керек, потому что түйенің еті, мысалы взять, бізде қыздар айтқанда, мен диетада отырамын, мен индейка жеймін. Я говорю, жоқ, сіз диетада отырмайсыз, индейканың трансизомерных жирлы, ол холестерин өте көп. Именно түйе етінде холестерин да жоқ, трансизомерный жиры да жоқ, түйе еті өте ерекше. Өте денсаулыққа пайдалы и быстро қорытатын ет. Только. Біз, мысалы, привыкли бізде, почему? Период, вот, когда советская власть еще была, бізде, мысалы, жылқы ұстаймыз, қой ұстаймыз, а түйе мало начали держать. И начали вообще резать 1,5–2,5 годовалого верблюда. А это уже пенсионер, мясо жесткое. Мен қазір у многих сұраймын, иә, сендер түйетін жедің бе? Я жедім, жоқ, ол жесткий, қатты. Ну, конечно, пенсионерды, если зарежешь, конечно, будет қатты. Год-полтора нужно верблюда. Это очень вкусное мясо, очень полезное. И түйенің жүні өте ерекше. Түйенің жүнінен ең мықты нәрсе жасауға. Көрпен болады, әйтеуір. Иә. Сосын Маңғыстауда ана верблюжий колючка растет. А біз қазір ішеміз ана фьюсти чай, Red Bull, сондай напитоктар бізде көп қой. А бізде, мысалы, барбарисовый листья өседі. Барбарисовый листья – это аналог Red Bull'a. Ол тоже сондай листьяны қайнатсақ, тоже сондай сладкий напиток болады, натуральная сладость. Сондай бір энергия болады адамда. Сондай энергия. Сіз барбарисовый листьядан шашсеңіз, сіз до утра ұйықтамайсыз. И, мысалы, верблюжья колючка. Верблюжья колючка ол натуральный антиоксидант. Он вот этот фьюсти чай, ол мықты нәрсе. Оны қайнатып, сондай бір разливной чай істесе, ол өте дәмі да ерекше, денсаулыққа да пайдалы. Бізде Қазақстанда өсетін нәрсе, біздің осы түйелеріміз, жылқыларымыз өте көп, ерекше. Одан целый үлкен направление. Мысалы, бізде Түркістан, Шымкент жақта теплицалар өте көп. Сол теплицаларда біздің предпринимательдар помидор ұстайды. Помидор, өте көп помидор өседі. Сол помидорда ботва бар. Ботваның ішінде өте көп фосфор бар. Соны ботваны олар істемейді и лақтырады, как мусор ретінде. Сол ботваны, если перерабатывать, сол ботвада тағы да помидор өсіруге болады. Ол безазотное удобрение получается. Сол ботваны, если поставить возле теплицы бір кішкентай завод, соны ботваны переработку делать, можно шампунь делать. Шампунь. Есть сондай бір заболевание, біздің ауылдарда часто встречается, это педикулез. Педикулез. Ну, ол тек қана не то, что от чистоты, біздің болады стресс алғанда сондай болады. Мысалы, бір үйде бір адам ауырса, 7-10 адам ауырады сразу. Сонда бізде осындай шампунь только Ресейден әкеледі, и ол 2000–3000 бір бутылкасы тұрады. Мысалы, бір семьяға бір ауырып қалса біреу, сонда бізге, например, 200 мыңдай керек, чтобы сол бір шампуньмен. А сонда оның себестоимость, если ботва помидордан жасаса, себестоимость где-то 50 тенге и где-то там 1000 тенге, даже еще меньше, даже где-то 500 тенге можно. Сонда тоже бір направление шығаруға болады. Сіз этнография ғана емес, биотехнологияны да зерттегенсіз бе? Именно технология ретінде менің айтады ғой өзімнің как
чуйка ретінде ма бірдеме сондай какой-то бір сондай бар, өзім айналысам, зерттеймін. Ну, бірақ қазір айтады ғой, бір специалист, мен этнограф ретінде болсам да, мен өзім жұмыс істей алмаймын. Мен тағы да историктар, археологтар, технологтар, биологтар, математиктар, химиктар, архитекторлар бәріміз қазір бірге жұмыс істейміз. Қазір мен өзім бір общественный фонд ашып, қазір қасымда менмен технологтар жұмыс істейді, биологтар, химиктар, архитекторлар, и барлығымыз біз бірігіп, уже сол қазақ нақышта бірнеше направленияны зерттеп продвигаем. Мысалы, тамақ ретінде, медицинаға тоже көмектесіп жатырмыз. Сосын космецевтика, мысалы, қазір біз Қостанайда үлкен бір ферма бар, local food, солармен жұмыс істеп, қазір біз ана түйе сүтінен, сосын жылқы етінен, сүтінен біз космецевтика направление жасап жатырмыз. Ол сыворотка, ол шампунь, ол тағы да түйе сүтінен шоколад жасап жатырмыз. Сондай бірнеше сондай қазағымыздың өнімдерін. Бір сұрақ қойыңызшы, мысалы осы ұлттық тамақтарға, ұлттық идентикаға, этномәдениетке оралу бір 6-7 жыл бұрын жемен басталды, Мысалы, қазір енді жарнама емес бұл, бірақ сандық аңыз болды, тары аңыз болды. Біз шай ішетін кезде міндетті түрде сол жерлерге барамыз. Мысалы, оның барлығының негізінде сіз тұрғаныңызды білемін. Осыдан 1-2 жыл бұрын қателеспесем, мен ең бірінші сіз туралы сол кезде естідім. Мемлекет басшысы Әзербайжанға сапармен барып, сол жерде дастархан ұсынылып, сол жерде ой, мынандайға бұлттық дастарханды презентация жасау мен білмеймін деп айтып келді әріптестерім. Сол кезде ол кім, мен көргім келеді деп сіз туралы ойлап қалғанмын. Не ұсындыңыз екі елдің президентіне сол кезде? Ой, сонда ерекше бір сондай оқиға болған. Сонда біз барлық қазағымыздың тамағын қуырдақта жасадық, қақталған ет жасадық, көже жасадық. Сонда маған айтқан екі басшы келіп, 2 минут болады деп солай кішкене кіреді та шығады. Бірақ 10 минуттай біздің кигіз үйімізде болып, көженің дәмін татып, сосын бауырсақтың дәмін татып, сұрап, қалай жасалады. Сондай бізде мысалы как на территории Великого Шелкового пути, он дал большой отпечаток. Азербайджан тоже вот находится на перекрестке. Это тюркская кухня нас объединяет, очень много общего. Мысалы, Азербайджанда хинкаль дейді. Хинкаль – это нежное тесто с мясом. А бізде, например, западный регион, Урал жақта инкаль нан дейді. Инкаль нанды әйел адам самый вот тонко, даже келін келгенде инкаль қалай жасайды деп келін инкаль жұмсағы болсын, осындай нежный, тонкий болса, соны солай инкаліне қарап, қандай келін біздің үйге келді деп сондай сынайды біздің апаларымыз мүмкін. Сонда Азербайжанда сондай да бар инкаль, хинкаль, ол оны тоже тестосына қарайды, тоже тонкий должен. И сонда вот перекрестный именно в тюркской кухне очень много. Қазір өзім уже где-то 1 жылдай бастап түркі халқын зерттеп, біз экспедицияға бардық, Қырғызстанға, Өзбекстанға, Азербайжанға, соларды барлығы зерттеп, біз Түркиядан Бурса университетпен қазір жұмыс істейміз, солармен қазір зерттеп, түркі халқын барлығын зерттеп, сонда үлкен кітап жазып жатырмыз. Алла жаса Түркістанда бізде осы біздің сандығымыз ашылды, и біз оны Центр тюркской гастрономии деп сондай бір зерттеген информациямызды, зерттеген тамақтарымызды сонда жариялаймыз. Енді ең соңғы сұрақ, мен сұрай берем. Аспен, тамақпен, дастарханымызбен түп тамырымызға ақырын оралып жатқан сияқтымыз. Әр қалада бірнеше ұқсас ұлттық нақыштағы мейрамхана көп. Оған баратын адам да көп. Киім жағынан жаймендеп келдік. Бір адамда 2-3 шапаннан тақиялар, аралас бар, етіктер бар. Және бұл норма, тек наурызда келмейді, адамдар кие береді. Мысалы, галстуктар, неше түрлі заттар бар, мысалы. Енді тағы да, мысалы, сіз тарихты әбден ауылдың барлығын аралап жүріп зерттеген адам ретінде, ұлттық идентикамыз жаңа заманда
жаңғырып шығу үшін енді футуристика тұрғысынан айтатын болсақ не жетпейді бізге, тағы да қандай дүниелерге фокус аударуымыз керек, назар аударуымыз керек? Предметы быта, тұрмыс тіршілік, интерьер. Бізде мықты, бізде вот мысалы асадалымыз бар, сосын шай сандықтарымыз бар. Сонда біз өзіміз төсек ағаш ол өте ерекше төсек. Мысалы оныған жатқанда бас кішкене көтерілу керек, аяқ. Сонда вот идет правильное равномерное кровообращение. Вот, сонда төсек ағаш бізге офистарға, үйлерімізге өте керек. Диванның орнына ма? Диванның орнына. Телевизор бөлмеге, иә? Жатуға, демалуға. Бизнес идея. Ерекше ол. Сосын ойыншықтар. Балаларға арналған ойыншықтар. Өртекеден басқа тағы да көп ойыншықтар бар. Тағы да мен өзім ойлаймын, біздің ұлттық киіміміз айтып жатырсыз ғой. Ұлттық киімді кішкене тоже пересмотреть нужно. Кішкене бізде уже какой-то біртекті. Мысалы бізде ұлттық киімді зерттегенде бар этнографический киім, традиционный киім и сценическая одежда. Біз сол сценическийға кетіп қаламыз. Бізде вот сценическийға кетіп қаламыз. И мысалы қошқар мүйіз один арнайы бәрін жерге арқана везде қошқар мүйіз везде куда туда не туда надо. Мысалы бізде самое главное в традиционной одежде это крой, это вот эта стеганая одежда, это вот эти вот рукава, это такой әйел адамда вот самый, почему без білезік киген, без білезік осы шынтақты жауып қою керек. Әйел адам осындай рукава кисе, кейбір бұрынғы шапандар ұзын болған осындай. Шынтақ жауып керек. Сонда осындай әдемі, осындай бір осындай көйлек істесе. Қазір сондай нәрсе жоқ бізде. Қос көйлек әдемі. Сіз бұрынғы көйлектердің дизайндарын шығарыңыз. Да, и все стерженный болу керек, әдемі болу керек. Сол бізге киімдерге, мен өзім постоянно шетелдерге барам, менде прям сондай бір проблема бар. Мен бірлер шапан киесің, екінші уже шапан киін келмейді. Басқа маған өзіме мысалы тақиялар, маған не идет. Мен тақия кисем как-то не очень. И мысалы очень много такой из этого такой некачественного металла, всякие тиындар, как ойыншық ретінде ол әдемі емес. Маған несерьезно, если мен оны киіп шықсам. Қазақтарда өте керемет осындай қасаба болған, сондай сдержанный тымақтар әдемі, сдержанный керек. Тут нужно делать акцент на цветовую гамму, на качество ткани. Я понимаю, бізде мысалы ткани жоқ, бізде Италияда, Турцияда алып келеміз, но алып келеміз ғой, сатып аламыз ғой. Соны кішкене үлкен сапада, әдемлеп, сдержанный растительный орнамент. Не нужно қошқар мүйіз. Очень много геометрического орнамента, растительный орнамент. Соны әдемлеп салсақ, сонда кимешек өте ерекше, әдемі сондай бас киім. Барға ойлайды қазір, кимешекті тек қана апалар киеді, или уже взрослый апашка, или уже тұрмысқа шыққан әйелдер киеді. Но кимешекті уже әйел тұрмысқа шыққанда ол киетін. Но кимешекті әдемі істеуге болады ғой, кимешек ол өте ерекше бас киім. Президент құрылтайда 14 наурызда болған құрылтайда айтып жатыр ғой, қап-қара қып тұмшалана бергенше ұлттық киімді кисеңіздерші деп. Сол сөз есімде қалып қойыпты. Тақия. Қара тақия, қазір қара тақияны көрсем мен қыздарға ұрсам. Қыз бала қара бас киім ешқашан киемейді. Даже когда траур, мысалы траур болғанда ақ орамал киіп шығатын. Бәрібір. Траурда болғанда ешқашан қазақтың әйелі қара басына киген жоқ. Даже траурда бірдеме ақ болсын. Мысалы адам туғанда, бала бірінші тай жасағанда ол ақпен жүреді. Мысалы қонақ келгенде әйел адам шыққанда ол ақпен қарсы алады. Қыз тұрмысқа шыққанда ол ақ жолмен жүреді. Сосын ханды біз үлкен билікке ақ кілемге көтерді. Сосын
адам бірінші өзінің сапарына кеткенде ол ақыретке ақпен оралып кетеді. Ақтыққа. Иә, ақтыққа. Қара жамылу дегенше. Ол бірақ басқа емес Иә, па? ол жоқ. Жаңа тақияны тек тұрмысқа шықпаған қыздар ғана киеді, тұрмыстағы арулар немесе ана болған әйелдерге тақия киюге болмайды дейді ғой. Бұл аңыз ба, шын ба? Да, ол үшін қасаба бар ғой, қасаба, ол әдемі ғой. Қалай вот мен уже тұрмыстамын, несерьезно болады, мен тақия киіп шықсам. Можно қазір еще какой современный сделать все. Но это все должно быть сдержано. Жасына сай, кішкене, иә, статусына сай. А то бізде бір үлкен апалар тақия киіп келсе, ол кішкене жасына да сай емес. Я считаю, что это несерьезно. Поэтому кішкене вот визуалды бір түрлі. Потому что бізде, мысалы, ертеде менің апам айтатын, бізде қазақтың әйелі, ол дала әйелі, женщина степи, она всегда была рядом с мужчиной, она была советницей, хранительницей очага, и у нее всегда был свой статус матери, статус матери рода. И вот этот статус, я считаю, мы должны держать и передавать из поколения в поколение. Если сен қыз ретінде әдемі болып, сондай чистый осындай образ болу керек. Если сен невеста, әйел, уже бала болған әйел, сен соған сәйкес болу керек. Если сен апа, уже внуктарың бар, соған сәйкес болу керек. Уже современными реалиями все это можно стилизовать. Но это все стилизовать красиво, сдержанно и правильно. Дизайнерлерімізге онда тарихи таным және шабыт тілейміз. Вот Айгерім ханым, сізге Наурызке біздің бүгін амал күні, бізде бүгін осындай көрісу күні, сонда амал көрісу дейміз, аман есен қыстан шықтық деп, сізге осындай өзімнің жеке бір проектім бар, нар деген. Біз Қазақстанда нардай, это одногорбые верблюды, вот характерный, да, нар тұлға, бізді осындай шоколад жеп, осындай қазақи, сіз нардай болып, нарда болып. Мынаның упаковка дейді ғой, сыртының өзі қандай әдемі, нағыз презентацион сыйлыққа беретін, иә? Мынау шоколад өзіміз тек қана түйе сүтінен жасадық. Мынау біздің аналарымыз бесікке салғанда тыштыма дейді, тыштыма дейді. Сонда осы балалық шағымыз. Тыштыма ол дәмі, осы түйе сүтінен бал қаймақ жасаймыз, содан осы тыштыма істейміз. Мынау түйе сүтінен, это след верблюда. Түйен табанның ізі. Түйен табанның ізі. Мысалы, человек, который теряет своего верблюда, он никогда своего верблюда в степи не потеряет, потому что след верблюда, он никогда не стирается с лица земли. И вот это слезы, это жас, слезы радости. Есть это, я вдохновилась именно киім Бозынген. Бозынген, когда мама потеряла своего верблюжонка, искала его много лет, и өзінің баласын тапқанда, да, были очень такие слезы на глазах, именно слезы радости. И поэтому у меня у самой всегда слезы радости, когда я говорю о нашей кухне, когда это все изучаю, когда өзім жаңа бір жетістікке, жаңа бір ғылыми ретінде қазағымыздың сондай түйе сүтін зерттеп, бір сондай новинка ашсақ, у меня вот гордость и всегда слезы радости. И вот именно киім Бозынген — это вот возвращение нас всегда к истокам, потому что именно наша кухня, наша еда, она всегда нас спасет от всего. Я так считаю. И вот именно вот Бозынген, и вот осындай біз ерекше шоколад істеп, и осындай вот қазір сізге ұсынып. Өте әдемі, әдетегідей бәрі сіздің стильде мағыналы. Рахмет, сыртын өзін қарасаңызшы. Мен енді бұл Айгерім ханым, бұл 4-ші қонақсыз сіз Шынайы деген подкастты бастап, яғни өте бір сондай қатты қамқорлықпен, ыждахаттылықпен үлкен жан дүниемізді салып дайындап жатқан. Сондықтан жаңа арна, оқырманы аз деп менсінбей қарамай келгеніңізге рахмет. Сізге рахмет. Тағы бағана айттым ғой, неге шақырғым келді. Бізде жаңағы этнографтар өте көп тарих туралы айта береді, жан жақта. Бірақ біз не жесек, немен қоректенсек, сол біздің бүкіл болмысымызда көрініп тұрады дейді. Және сіздің ұлттық тағамдар гастрономия өндірісінде өте көп із қалдырып жатқаныңызды кәдімгідей үлкен
қозғалысқа себеп болып жатқаныңызды көргеннен кейін жұрт соны білсе екен, бұл қандай білімнің негізінде жүзеге асып жатқанын таныса екен дегенмін. Тағы да өтініш, достар, орысша сөйледің, қазақша сөйледіңді қойып алынған ақпаратқа мән берсеңіздер және таратып жүрсеңіздер екен деймін. Әйгерім, рахмет сізге. Көрісіп төс қағыстырып жіберейік. Амал болсын, бір жасыңызбен. Рахмет сізге. Рахмет.